Терроризм дегеніміз не? Жалған терроризм түсінігі, құқықтық салдары, құқықтық жауапкершілігі. Терроризм саяси әлеуметтік себептерге байланысты жеке адамға, көпшілікке немесе мемлекетке қысым жасау, үрей туғызу мақсатында қасақана жасалатын қылмыстық іс-әрекет. Жалған терроризм хабарлау. Жалған терроризм халық арасында дүрбелең туғызады. Адамдардың едәуір бөлігі жарылғыш затты іздеуге және залалсыздандыруға алаңдайды. Азаматтардың еркін қозғалу құқығына нұқсан келтіреді. Психологиялық тұрақсыздық, халық арасындағы дүрбелең, құқықтық тәртіп күштерінің назарын аудару, материалдық залал келтіру. Жалған терроризмнің жауапкершілігі. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 273 бап терроризм актісі туралы көрінеу, жалған хабарлау 5 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 274 бап 1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 400 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.